алаяқтардың қазір дәурені жүріп тұрған заман болып тұр ғой қазір. Енді жұртты алдады, бірақ мақсаты тонау емес, тек алдады. Иә. Яғни Баян Есентаева қылмыс іс қозғалған жоқ, ол айтады, мен білген жоқпын дейді. Әншілер жатса ешқандай жауапкершілік болмағаннан кейін әншілер бұндай жарнамасын тоқтатпайды. Енді Баянға сенгеннен кейін халықтың ақшасына келіп құйды. Аналар халық алдап кетті. Бізде қылмыстық кодексте бар ғой, жаңағы қылмыстық болып жатқанын біліп хабарламау дейді. Депутаттарға айтатыным, осы бапты алғызбай, алаяқтық дейтін тоқтамайды. Ол адамның арызын беріп тұрсақ та, осы полиция басқармасы қылмыс қозғамады. 6 миллиард доллар енді тықты ғой бір жерде, соны тыққан ақшаларды қайтып. Судья 600 адамды тартуға салады да, ертең ана екеуі соттайды да жібереді, халыққа түк те жоқ. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл YouTube каналына Заң KZ Тілеужанмен жобасы. Осы жобаның ашылу мақсаты халықтың сұранысы бойынша халыққа заң жағынан кеңес беру үшін ашылған жоба болады. Бүгін қонақта алғашқы қонақтарымыздың бірі Алматы қаласы адвокаттар алқасының адвокаты Шыңғуат Шегенович Байжанов ағамыз келіп отыр. Көптеген әншілерді айналдырып жүрген бір 2-3 жігіт бар. Сол 2-3 жігіт әншілердің бәрінен мына әншіні жарнама салады, оған ақша беріп, ол жарнама жасап береді. Одан кейін келесі әншіге өтіп кетеді. Сол кезде мына таңғалған мына әнші, мысалы, мына әншіге неге айтпайды, мен мыналардың жұмыстары шикілігін көріп отырмын. Сондықтан мына ұйымдастырушылармен сен араласпашы, оныкі жарнама жасамашы деп те айтпайды. Мысалы да, сондай жағдайларды көп көріп отырмын. Енді мен айтқым келгенім, енді мысалы қазіргі уақытта біздің әншілер жатса ешқандай жауапкершілік болмағаннан кейін әншілер бұндай жарнамасын тоқтатпайды. Әлде жүре береді. Енді осы жөнінде бір нақтырақ айта кетейікші, бұл үшін енді заңмен қандай бізде жаза қарастырылған осыған қатысты? Енді жалпы мысалға алаяқтық, жалпы қылмыста өзіңіз білесіз, орындаушы деген бар, ұйымдастырушы деген бар, сосын пособник деген бар. Пособник деген қазақшасын айтқанда жағдай жасаушы. Иә. Жаңа қылмыстың жасалуына жағдай жасаушы. Көмектесуші. Мысалы алаяқ ол орындаушы. Исполнитель, алаяқ орындаушы. Ұйымдастырушы, жаңағы айтып отқандай көке жоғарыда, ДВД-ның бір мысалы бір, или прокуратураның бір қызметтері, ұйымдастырып бәрін. Аны алаяқты Ақтөбеден алып келіп, Ақтауға орналастырып, сосын соған жаңаға өзінің сенімді ішіндегі 5-6 адамды беріп, ол ішіндегі жаңа 5-6 адамдар жаңағы көмектесіп жатқандар. Исполнительдер де бар, оның ішінде пособниктер де бар. Жаңа мен айтып отқан мекемедегі адамдары. Өткен орындаушылар және орындауға көмектесушілер. Көмектесушілер. Олар жаңа қылмыстың болып жатқан білсе де жасап соған көмектесіп жүр, пособниктер. Сосын жаңағы сіз айтқандай пособникке жатады, соны жарнамалаған адамдар. Әншілер, әншілер, тағы да адамдар, елге сыйлы, танымал адамдар. Жарнамалаған адамдар пособник болып саналады. Соның енді өзіңіз білесіз. Соны толығырақ айтсаңыз, бұл қазақша болмасында. Қылмыстық жауапкершілікке тартқанда сол баппен тартады. Мысалы 24 тере білесіз ғой енді. Тере сосын жаңағы 190 сөйтіп тартады жаңағы. Яғни алдына ең бірінші қылмыс жауапкершілік тартқанда оны жаңағы атқарушыны тікелей тартады қылмысқа, а мынаған как пособник қылып тартады. Көмектесуші қылып тартады. Бірақ олардың барлығының жауапкершілігі бірдей. Осы жағынан артистер ойлану керек. Егер де қазір енді осы жерде қылмыстық жауапкершілікке тартпады екен деп не қылмасын, кейін ол қылмыс адамдар қалмай соңына түсіп алса, кейін тартылып кетуі мүмкін. Бірақ болашақта егер де осыны қайталайтын болса, осындайларды қайталайтын болса, осындай жарнамалап халықты алдауды, оларға уже қылмыстық қозғайды. Мына біріншіге кешіруі мүмкін енді, жақсы. Алданған шығар, өзді білмейді шығар. Ал ендігісіне ешкім кешірмейді. Сондықтан мен жаңағы именно кімді Баян Есентаеваны айтып отқаным сол, ол аналардан кейін барып жақында жасады ғой. Ол кісі ойлану керек еді, аналар алданды, тағы да реклама ету. Ол айтады, мен олардың инвестиция, ол адамдардың алаяқ екенін білген жоқпын дейді. Білмесең, онда неге сен жарнамалайсың? Сен ол жерде оған қылмыс жасауына жағдай жасап отырсың, пособник. Былай айтқанда көмектесіп отырсың алаяқтарға. Енді сондықтан мен айтам, жаңағындай осы болашақта артистер болсын, халыққа беделді азаматтар әрбір жасаған ісіне абай болу керек. Қарау керек. Оның артында қаншама халық тұрғанын. Сіздің сұрағыңызға жауап. Жаңағы қылмысты тек қана атқарушы ғана жауапқа тартылмайды. Ұйымдастырушы да сонымен қатар оған жағдай жасап көмектесуші адамдар. Пособниктер тартылады. Жарнама жасайды. Басқа жаңағындай телефонмен шақырып береді жаңағы адамдарды. Айтып отырмын Ақтаудағы случайда. Ол жерде жаңағы тыным өзі отырып таңертең кешкіден телефон соғып отқан жоқ қой 600 адамға. Ол жерде ішінде отырған азаматтар жаңағы семейный подряд дейікші, главный бухгалтер, күйеуі,
сіңлісі, інісі бәрі жиналып алып отырып жан жаққа телефон соғып, адамдар келгенде солардың ақшасын алып, қолдарына квитанция беріп жұмыс жасап отыр ғой олар. Сосын олар жақсы январьда білмеді дейді, декабрьде. Ал енді мартта тон алып жатқан адамдарға айту керек қой, хотя бы алмау керек. Тоқтатыңыздар, сіздер тоқтатыңыздар. Өздері ДВД-ға арыз жазу керек, мысалы. Дұрыс айтасыз. Ал оларға қазір сосын енді ондай адамдарды қылмысқа жауапкершілікке тартпаған, ол неғыл деген сөз. Значит, біреу жоғарыдан көмектесіп отыр деген. Жәрдемде. Бізде қылмыстық кодексте бар ғой, жаңа қылмыстық болып жатқан біліп хабарламау дейді. Ол да бар. Ол да бап бар ғой, мысалы. Ол да бар. Жаңағы ол біліп отыр, ішінде соның басшыларының қылмыс жасап жатқанын біліп отыр, бірақ біліп отырып хабарламайды. Мысалы Ақтаудағы қылмысты ұйымдасқан қылмыстық жауапкершілік, ұйымдасқан қылмыспен жауапқа тарту өте ауыр ғой, ұйымдасқан қой, енді ауыр қылмыс ұйымдасқан. Ал ауыр қылмысты хабарламаған үшін сен қылмыстық жауапкершілікке тарту. Енді хотя бы ішіндегі жұмысшыларды қылмыстық жауапкершілікке сол үшін тарту керек қой. Хабарламады деп, тіпті ол да дұрыс емес. Негізінде олар іске сондайлардың барлығын тартса, бұндайға дейін жетпес еді. Жақсы, Шынқуат Шегенович, өте керемет тақырып болды деп ойлаймын. Халыққа нағыз керек, халықтың көкейінде жүрген көптеген бізге қойып жатқан сұрақтардың басым бөлігі осындай: алдану, жаңағы өзінің құқығын білмеу, өзінің мүдделерін білмейді, қалай қорғау керек екен. Сондай мәселенің бәрін егжей-тегжей жақсы түсіндіріп бердіңіз. Сізге енді осындай жаңа халыққа өзіңіздің тарапынан біздің осы YouTube каналының халыққа кеңес беру жағынан өзіңіздің үлесіңізді қосып, уақытыңызды арнайы бөліп келген үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Енді құрметті көрермендер, енді бүгін өзіміздің жаңа қылмыстың қалай өзің құқығыңды қорғау керек, оның жолдары, алаяқтарға алданбау керек жөнінде көптеген мәселені көтердік. Енді алдағы уақытта өздеріңіз осы жаңағы салынған YouTube каналынан шығарылымды өздерің көріп тамашалап, өздеріңіз алдағы уақытта осындай алаяқтардың арбауына түсіп қалмайды деген ниетпен осы бағдарламаны жасап отырмыз. Сондықтан осы каналды көріп отырыңыздар, өздеріңізге керек мағлұматтардың бәрін алып отырыңыздар. Бізді кішкене болса да осы халықтың сауатын ашып, кішкене болса да халық өзіне керегін алса деген, осы заң жағынан кішкене болса өздері білсе деген ниетпен біз осы бағдарламаны түсірдік. Сондықтан келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.